Адал ас, таза тамақ қазақтың есті адамының қай кезде де ойдан шығармаған мәселесі. Қандай қысылтаяң асығыс жағдайда да қазақ тамаққа қолын жумай отырмайтындығы секілді, астың адалдығына да көңіл бөлмей қоймайды. Ел кенеліп, тал теңелген қазіргі заманда астың адалдығына халқымыз бұрынғыдан да қатты көңіл бөлуде. Армысыздар қазақ елі, бүгінгі тақырып асыңыз адал болсын десеңіз. Имандылық жолына бет бұрған миллиондаған жан бүгінгі күні арамнан жасалған асқа ауыз салмайды. Ал үйінде қолдан жасалған емес, өндірістік жолмен көпшілік орындарда өңделіп, дайын күйінде дүкенге түсетін ет өнімдерін адал етіп жасауға бола ма? Болады екен. Адалды әлемде жалғыз қазақ қана емес, ислам жолына ежелден түскен, экономикасы дамыған барлық елдердің жұрты да аңсайды ғой. Олар халал, қазақшасы адал асты өндірістік жолмен дайындаудың, оны бақылаудың жолдарын баяғыда тапқан. Халал астың адам ағзасына пайдалы екеніне мұсылман ғана емес, басқа діндегі адамдар да көз жеткізіп отыр. Мәселен, Ресейде халал стандарттармен жасалған шұжықтарды мұсылмандармен қоса орыс халқының өкілдері де таласа тармаса алып жатқанына көз жеткізуге болады. Мәскеу мешітінің жанындағы дүкеннен халал шұжық алып жатқан бір орыстың әйелінен оның себебін сұрағанымызда, ол халал шұжықта ұйыған қан, түрлі халықтар, концентрагенді заттар болмайды. Сондықтан ол ислам дінінің адамдарына ғана емес, барлық халыққа пайдалы, тіпті емдікте қасиеті бар диеталық тағам секілді. Бұған мен өз тәжірибемде көз жеткіздім. Күйеуім, балам үшеуміз жылдан артық осы халал шұжықты тұтынып едік, ұйқымыз дұрысталып, денсаулығымыз жақсарды деді. Міне өзге ұлттың көзі ашық зиялы қауым өкілдері қаны шығарылып сойылған малдың етінде неше түрлі ауруды тудыратын микроағзалардың болмайтындығына көз жеткізген. Сондықтан да олар халал стандарттармен шығарылған өнімді алуға құштар. Бізде қалыптасқан бөлінсек бүлдіріп алармыз деп бәрін саясатқа тірейтін таптаурын көзқарастағы адамдар халал асқа да қатты айтпаса да бұқпантай қарсылықтарын білдіруде. Ондайлар қайнатылған соң астың бәрі адал емес пе, еттегі барлық ауру таратқыш микроағзалар өледі ғой деп ойлайды. Ал қанда қалып қойған кейбір ауру тудырғыш микроағзалар 300-400 градус ыстықта да өлмейтінін олар біле бермейді. Бізде бейдауа дертті атом полигонына немесе басқа да техногендік қасіретпен ғана байланыстыру орын алған. Ол дұрыс. Ал атом полигонынан бәленбай мың шақырымда орналасқан аймақтарда да бейдауа дерттің өріс алып бара жатқан себебін немен түсіндіруге болады? Мәселен, солтүстік Қазақстан облысында 10 мың адамға шаққандағы қатерлі ісік ауруы Семей өңірінен кем емес. Біздіңше оның негізгі себебі ішкен астың тазалығында. Міне сондықтан көзі ашық елдерде халал асқа қатты көңіл бөлінуде. Солтүстіктегі көршіміз Ресейде де бұл іс көптен бері қолға алынған. Қасиетті Құран кәрімнің ең соңғы аяттарының бірінде, яғни Маида сүресінің 3-ші аяты, адамды адал тамақ ішуге, адал сөз сөйлеуге, адал қарым-қатынаста болуға шақырады. Сөздерін нақтырақ келтірсек, өлексе, бауыздалмаған мал еті, бауыздау қан, шошқа еті, Аллахтан басқаға бағышталып бауыздалған, буынып, құлап немесе сүзісіп өлген мал етін, жыртқыштан қалған жемтік етін жеуге тыйым салынады, харам етіледі. Малды жаны шықпай тұрып бауыздап алсаңдар ғана жеуге болады делінген. Демек шын мұсылманмын деген адам осы талаптарды орындамаса, оның құлшылығы зая кетуі мүмкін. Әрине Аллахтың кешірімі көп. Осы аяттың соңында, егер кімде-кім харам асты аштықтан, лажсыздықтан жесе, Аллах оны кешіреді. Пендесіне ол мейлінше рахымды делінген. Бірақ Аллахтың рахымы шексіз екен деп, арам асты жей беруімізге болмайды ғой. Өкінішке орай бүгінгі күні біздің тамағымыздың көбіне арам араласып кетіпті. Кейбір тамақтардың стандарттарына қарап отырсақ, құрамында ГМП деген сөзді көп ұшыратамыз. ГМП деген орысшадан ажыратып алсақ, генно-модифицированный продукт. Қазақшасы текті жаңаландыратын өнім деген сөз. Адамның тегін жаңалау дегеннің өзі Аллахтың жаратқан ісіне қарсы кету. Ал сол ГМП-ның негізінде геном деген зат бар. Ал ол тез жетіліп, тез пісу үшін шошқаның тегінен алынған. Бетін аулақ қылсын, әлгідей тағамдарды пайдаланған біздің санамызда шайтан армансыз ұйықтайтын мүмкіндікке келіп қалған екен. Міне осыны білген соң,
адал асты қалай жасауға болады деген ой жанымызға маза бермейді. Бізде кейбір жігіттер Аллахтың жеуге рұқсат берілген малының өнімінен тағам жасап сатса болды, халал жасап отырмын деген түсінікте жүр. Мәселен, жуырда шағын шұжық зауыты бар бір жігіт бізге келіп, өзінің халал тамақ шығаратынын айтты. Әрине мұндай жаңалыққа қуаныш білдірдік. Сөйтсе де одан мал сою цехын көруге рұқсат сұраған едік. Болғанда қандай деп мақтанған жігіт келісімін берді. Келсек, союға әкелген сиырды маңдайынан тоқ беріп өлтіреді де, одан ары қарай мүшелеуге жібереді екен. Мұның халалға ешқандай қатысы жоқ екенін білдік. Тіпті союға әкелінген адал малды өлтіріп, сөйтіп өлексені паршалап сатып отырған жігіттің харамды таратып отырған күнәһар екенін түсіндірдік. Міне мұндай мысалдарды көптеп келтіруге болады. Ал егер малды жығып, аяқтарын қысып байласаңыз, қорыққан жануардың бойындағы адреналин секілді стресс гормондары тағы басқалары бәрі де қанға жиналады. Сонан соң екі күре тамырын қиғанда бойдағы барлық ауру қоздырғыш зат қанмен бірге шығып кетеді. Қазақстанда халал тамақты жасаудың жолы қандай? Біздің зерттеп жүргеніміз де осы мәселе. Ресейде, соның ішінде Татарстанда халал тағамдар жасайды екен дегенді естіген соң, Ресейге, Түркияға барып, олардың жұмыс тәжірибесін көрдік. Сыртқы істер министрлігінің көмегінің арқасында Малайзияның астанасы Куала-Лумпур қаласында болған халал тағамдар көрмесіне қатысуға Аллах нәсіп етті. Малайзия экономикасы дамыған, гүлденіп келе жатқан мемлекет екен. Тұтынатын тағамдарының 90% халал. Ал халал тағам жоқ жерде нон халал деген құлақтандыруды іліп қойған екен. Тіпті киімдер де халалға бөлінеді екен. Бірде зат сататын дүкенге кірсек, нон халал деген құлақтандыруды көріп таңғалдық. Сатушы қыз бізге бұларың неге харам екенін түсіндіріп берді. Сөйтсек, олар доңыз терісінен тігіледі екен. Қонақ үйінің бөлмелері де сондай. Халал бөлмедегі тоңазытқышта тұрғандардың бәрі адал сусындар мен тамақтар, намаз оқитындарға жайнамазыңа дейін, құбыланың қай жақта екеніне дейін көрсетіп қойған. Мұндай бөлмелерде темекі де шеуге болмайды. Ал нон халал деген бөлмелерде темекі де шеуге болады, арақ шарапта ішіледі. Айта кететін жайт, халалдың пайдалы екенін көрген мұсылман емес мемлекеттер, соның ішінде Европаның дамыған елдері де бүгінгі күні халал өнімдер шығаруға көшіп жатыр. Халалдың шұжыққа ғана қатысы бола ма? Жоқ, еліміз адал ас өндіруді ең алдымен шұжықтан бастауды жөн көрді. Содан кейін барлық ет-сүт өнімдеріне, олардың қалбырға салынатындарына да, нан өнімдеріне де Аллах нәсіп етсе, халал стандарттарын жасап бекітіру жоспардағы дүниелер. Әбдісамат Ералиев.